Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге езілмейтін, жыртылмайтын қамырдың құпия рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды өтінемін. Қамырдың ерекше жайылу құпиясының бірі әрине сорпа, қара сорпа, яғни бешбармаққа мен қамырды тек осылай 2 жұмыртқамен, сорпамен илеймін. Сорпаға иленген қамырдың дәмі де, түсі де өзгеше болып келеді. Тек қана осылай 2 жұмыртқамен ғана сорпаны біртіндеп құйып отырып, қамырды илеймін. Қатты қамыр илену қажет. Қамырдың езілмей, жыртылмай жайылуының бір құпиясы әрине қамырдың қатты болып иленгені. Егер сіз жұмсақ қылып илеп қойсаңыз, сонда қамырыңыз жыртылып, езіліп кетеді піскен кезде. Сондықтан да қамырды барынша күш салып, сорпасын аз құйып, аз мөлшерде сұйықты құйып, осылай илеген дұрыс. Қамырды осылай әбден ие қанғанша басамыз. Қолға жабыспайтындайғы жағдайға келгенге дейін қамырды илеу қажет. Сосын бетін жауып, 20 минутқа тыңдырып қоямыз. 20 минут өткен соң тағы да бір басып қоямыз. Арасында түйіршіктер қалмауы қажет. Одан соң қамырымызды жая бастаймыз. Қамырдың дөңгелек, әдемі болып жайылуы ең біріншіде нанды осылай қолмен жайған кезде тегістеп, әдемілеп жайып алу қажет. Сонда нанымыз бір келкі болып әдемі шығады. Арасына ұн сала отырып, осылай әбден кішкене жұқарғанға дейін осылай қолымызбен басамыз. Осылай әдемілеп басып, бір келкі қалыпқа келгенге дейін қолымызбен бірінші басып аламыз. Одан соң ғана оқтаудың көмегімен нанымызды жаямыз. Атам қазағымыз бұрыннан келінді осы қамыр жаюмен және де кірдің жайылумен сынаған екен. Сондықтан да әрбір келіншек осылай нанды дөңгелектеп, теп-тегіс жая білуі қажет деп ойлаймын. Нанымыздың ортасына ұн себе отырып жаю қажет. Себебі нанымыз жабысып қалуы мүмкін. Егер жабыспайтын жағдай болса, ұн себудің қажеті жоқ. Оқтаудың екі шетін баса отырып, нанымызды илейміз. Егер де ортасы қалың болып кеткен жағдайда, оны сеуіп жіберіп, нанның екі шетін жауып, осылай оқтаудың көмегімен ортасын басып, тегістеп аламыз. Біздің қамырымыз осымен дайын болды. Екі шеті де ортасы да бір қалыпты шықты. Көріп отырғандарыңыздай қолға ыңғайлы, қалай соссаң да жыртылып кетпейді. Бешбармаққа қамырды тек осы рецептпен дайындасаңыздар, өте идеально шығады. Нанымызды осылай төрт-піштеп бөліп, бірден пісіре берсеңіздер болады. Ешқандай кептірудің қажеті жоқ. Сіздерге де осы рецептпен жасап көруге кеңес етемін. Менің каналыма тіркеліп, қасында қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде менің жаңа рецепттерім сіздерге бірден көрінетін болады.